Батыстың психологиясынан шынымды айтсам мен шаршадым. Қорлықтың неше түрісін көріп жатырық. Қазір еркектің қадірі жоқ, не әйелдің қадірі жоқ. Батыстың психологиясына ереміз деп күйеуіңнен алтын сұра, бриллиант сұра, бірдеңе сұра, оның потогы өсет деп айналғанда отбасыларды тарам-тарам қылдық. Дәл қазір қабілеті жоқ адамнан бәрін сұрай бергеннен қаяқтан табады? Оның қараптан қарап білім алмаса, сауатын ашпаса, ақшалай потогы өсіп кетпейді. Оның ортасында қаншама бала қалып жатыр. Айналып келгенде батыстың психологиясын дәріптейміз деп не болып жатыр? Екі бір отбасын бүйтіп алға сүйрейтін адамдарды екі арбаның екі дөңгелегін екі жаққа тартып, ортасындағы қасқа арбаның ағашы балдары қаңырап қалып жатыр. Әкесіз, шешесіз, тексіз болып. Мен осыған жаным қатты ашиды. Еркек пен әйел бүйтіп қазір бір-бірімен қырылып, бір-бірімен төлесіп, жанталасып жатыр. Оның ортасындағы баланың тәрбиесіне, баланың қандай болып өсіп жатқанына, оның рухына, оның біліміне жаны ашып жатқан адам жоқ. Оны ойлап жатқан ата-ана жоқ. Міне, бізге батыстың психологиясы келетін болса, тағы да айтамын, бізді европеец қылып, бізді американец қылып жаратады, бірақ бізді қазақ қылып жаратты да. Біздің тектілігіміз, біздің мінезімізде, әйелдің даналығында, еркектің батырлығында, оны ата-ана бермесе, оны әйел бермесе, тәрбиені, оны әкесі бермесе, кім береді? Біздің қазіргі ұрпақтарға осылай батыстың психологиясын дәріптей беретін болсақ, қазақ деген ел қалмайды бір күні. Мышление, шекара, поток деп отырамыз. Қаяқтағы шекара? Не үшін сен еркектің қабырғасынан жаратылғаныңды білесің бе? Жаратушыдан саған қандай миссия берілгенін білесің бе? Не үшін балдарды ДЦП, аутизммен туылып жатыр? Білесің бе ең болмағанда? Қазақтың көркем әдебиетін ашшы, Мәшһүр Жүсіп атамыздың кітабын оқышы, Абай атамыздың қара сөзін оқышы. Сол кезде көзің, көкірегің ашылады. Міне, мен үшін батыс психологиясын дәріптейтін тәлімгерлер шынымен де қазақтың жауындай болды.